Жібек жолы мектеп-лицейі коммуналдық мемлекеттік мекемесі 2021 жылдың 19 мамыр күнін өзін-өзі басқару ұйымы шешімімен мектеп-лицей президенті мен жас жігер ғылыми лицей қоғамының президентін сайлау күні етіп белгіледі. Сайлау мектеп-лицей президентін сайлау туралы ережеге сәйкес ұйымдастырылады. Сайлау комиссиясының құрамы 7 мүшеден, яғни 5 оқушы және 2 мұғалім болып бекітілді. Құрметті ұстаздар мен оқушылар, сіздерді 2021 жылдың 19 мамыр күні болатын Жібек жолы мектеп-лицейінің президенті мен жас жігер ғылыми лицей қоғамының президентін сайлау науқанына шақырамыз. Президенттікке кандидаттардың сайлау алды бағдарламасымен таныс болыңыздар. 9 сынып оқушысы Әбілда Айжан. Өмірлік ұстанымы: өзіңе сен, өзіңді алып шығар, еңбегің мен ақылың екі жақтап. 8 сынып оқушысы Қарсыбеков Арсен. Өмірлік ұстанымы: қазір бой жарастыратын емес, ой жарастыратын заман. 9 сынып оқушысы Ораз Нұрхан. Өмірлік ұстанымы: білімді бесіктен тесікке дейін ізде. 9 сынып оқушысы Әлбай Амел. Өмірлік ұстанымы: өмірдің әр сәтінен сабақ ал. 9 сынып оқушысы Орынбай Сарбиназ. Өмірлік ұстанымы: идти только вперед и никогда не сдаваться. 8 сынып оқушысы Ғани-қызы Шұғыла. Өмірлік ұстанымы: өз мүмкіндігіңді ескеріп, оны үнемі дамытуға тырысу. 8 сынып оқушысы Жаслан Қарахат. Өмірлік ұстанымы: болашақ білімді жастар қолында. 9 сынып оқушысы Сәрсенбаев Арсен. Өмірлік ұстанымы: білекті бірді жығар, білімді мыңды жығар. 9 сынып оқушысы Аманбек Айым. Өмірлік ұстанымы: сенбе жұртқа тұрса да қанша мақтап, әуретеді ішінен қулық сақтап. Өзіңе сен, өзіңді алып шығар, ақылың мен еңбегің екі жақтап. 8 сынып оқушысы Садықбай Әділет. Өмірлік ұстанымы: мектептің ертеңі біздің қолымызда. 9 сынып оқушысы Медалиева Камила. Өмірлік ұстанымы: білекті бірді жығар, білімді мыңды жығар. 9 сынып оқушысы Омарова Сара. Өмірлік ұстанымы: өмірдің әр сәтінен сабақ ал. Құрметті Жібек жолы мектеп-лицейінің ұстаздары мен оқушылары, оқушылардың өзін-өзі басқару жүйесін қолдайтын болсаңыздар, 2021 жылдың 19 мамыр күні келіңіздер, дауыс беріңіздер.